Армысыздар, ардақты ағайын, қал жағдайларыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Мен кішкене кешкі ауамен тыныстау үшін есіктің алдына шыққан болатынмын. Осы ретте тағы бір оймен бөлісе кеткім келіп тұр өздеріңізбен. Сіздер жақсы білесіздер, осы физика ғылымдары дәлелдеп өткен болатын. Әлемде дұрыс не бұрыс деген жоқ. Әр адам өзінің өлшемінде отырып, өзінің деңгейінде түсінеді дейді. Любой жағдайды, кез келген жағдайды, кез келген мәселені. Сондықтан мынау адам баласының умный и мудрый человекті алатын болсақ, ақылды адам дейді, басымен ойланады дейді. Логикалық тұрғыда логикалық жағынан шешім қабылдап, логикалық жағынан қарайды екен көп нәрсені. Ал енді мудрый адам дегеніміз бұл енді рухани бай, толысқан адамды айтып тұр ғой. Бұл жанымен сезінеді екен, жанымен тәнімен түсінеді екен. Міне екеуінің айырмашылығы осы. Әрине менімен сіздер келіспесеңіздер де болады, өйткені әркімнің өзінің түсінігінің деңгейі ғой. Барлығымыз қазіргі уақытта барлық адам білім ізденуде, ізденісте, жалпы ізденісте адам баласы. Не үшін келдім өмірге деген көп нәрсе, көп деген сұрақтар мазалайды адам баласын. Соның бірі кезінде мен болғам, не үшін келдім, әлгі миссиям не, қазіргі трендтегі сөздермен айтатын болсақ сондай ғой енді. Сондай состояниядан, сондай жағдайдан мен де өткен болатынмын. Сол кезде оқи келіп, түсіне келіп, мынау осознанность деген не нәрсе, ол құдайым-ау қалай болады осознанность деп ойлайтынмын. Сөйтсем, осознанность дегеніміздің өзі адамға түсініктің белгілі бір дәрежеде, биік дәрежеде түсініктің келуі екен да. Мен бұны бір ғана сөзбен айтар едім былай. Адамның, Құранда да жазылған, адамның көзінде перде саламыз деген, көзіне, құлағына перде саламыз деген. Ал енді түсінік қай кезде келеді, білесіздер ме? Сол перделер бір сәтке ашылып қалған кезде адамда осознанность пайда болады екен. Осознанность дегеніміз мынау бастағы тұманның сейілуі дейді ғой. Көптеген ойлар бар адамның басында, көптеген нәрсені өзімізге алып алғанбыз ғой. Ананы шешуім керек, мынаны шешуім керек деп. Көптеген мәселелерді өзімізге жүктеп алғанбыз, ойымыздың бәрі тұман, басымыздың бәрі. Сол сейілген кезде осознанность болады екен.